Апа, саламатсыз ба, қалайсыз? Амансыз ба? Да. Құрт сатып атсыз ба? Iya. Қаншадан? Mına sıyırdaki 50 tenge, kübü pişirmegen, mına tüyöneki men biyeneki, 300 tengeden, suzlaktın özüm mallarını okuttular. Қараңыз, сіз 94-тесіз. Иә. Қанша немереңіз бар? Айтқаны қорқам бала. Sender şöberimsindir. Біз шөбереміз. 37 жасымда 9. балам 3 айлығында байым қайтыс болған. Сол 9 баланы қатарға қосып, киіндіріп, үшіндіріп, Апа, бопты, қараңыз, мен тыңдаңыз енді. Апа, сізге мен Алланың разылығы үшін барып 100 000 теңгеге продукт алып берем. Жүріңіз, еті бар, оның ішінде майы бар, күріші бар, оны бар, бәрін алып берем. Жүріңіз. Анаққа барғанда қарыз боламын ғой, балам. Қарыз болмайсыз, Аллахтың разылығы үшін. Қарыз болмайсыз, жүріңіз, алып берем, қарыз болмайсыз. Тыңдаңыз. Барам мен, базар жабылды. Жүріңіз, супермаркетке барамыз, дүкенге. Қымбат емес, апа, жүріңіз. Супермаркетке барамыз, жүріңіз, апа, тұрыңыз. Маркетімді алайын да. Аласыз, тұрыңыз енді. Пакетіңіз қайда? Опа. Пакетіңіз қай? Битім болды. Жоқ, беріңіз, мен де сөйтіп алып аламын. Мен жасыма жет, 94-ке барам. Şimdi жесір болғанмын, жетім болғанмын балам. Мен әкем, ана, ерім бетікті камерасы қалды. Ана, соғыста қайтыс болғаным. Әженің қолында қалдым, әжем де ертерек қайтыс болды. Сөйтіп, бүйтіп, тұрмысқа шыққанымдан кейін 37 жасымда 9. балам 3 айлығында байым да қайтыс болды. Сонан кейін осы балдарды қатарға қосайыншы. Қанша шөбере бар, қанша немере бар, айтпадыңыз ғой? Немерелерді санай алмаймын, шөберелерді де санай алмаймын, олар әжептер болып қалды. Көп болып қалды. Мен 90-ға келгенімде той қылды ғой бұлар. Той қылып мен көптің ішінде айтып мынандай болып отырдым мен. Солар менен шыққан екен солар. Бәрі. Алла разы болсын, апа. Ұнды да высший сортынан алды. Высший сортынан? Пионерден? Пионерден. Қамыр. Бол. Екеу алам, апа, екеу.